Сәлем құрметті көрермен, біз қазір су диірменін жасағалы жатырмыз. Ал ендеше жұмысымызды бастайық. Ең алдымен қақпақтарды кесіп, оларға таяқшаларды жалғап, диірменнің негізін жасап аламыз. Келесі кезекте диірменді ұстап тұратын тіреуіштерді жасаймыз. Оны жасау үшін біз таяқшаларды бір-біріне бекітіп шығамыз. Енді су жиналатын ыдыс жасаймыз. Ол үшін біз қоқыс пакетімен қорапты қаптаймыз. Соңында дайын болған заттарды біріктіріп су диірменін жасаймыз. Бұл проектте қолданылған заттарға келетін болсақ, балмұздақ таяқшалары, 0,3 литр қаңылтыр банкасы, пластик түтікше, ыстық клей, қоқыс пакеті, скотч, қорап және 2 литр су және барлық қолданылған заттарды қара түске бояуға аэрозоль краскасын қолдандық. Өкінішке орай оператордың қорап бояған видеосы өшіп қалу себебінен видеода қорапты бояған сәт көрсетілмеді. Назарларыңызға рахмет.